Сонымен бағдарламамыздан әрі қарай көретіндеріңіз. Сүлікпен де емдейді. Балаға жөргекті қалай таңдаймыз? Бірер секундтардан кейін. Жаны қысылған адам қандай емге болса да тәуекел ететін аян. Әйтпесе сырт көзге жеркенішті жыбырлаған сүлікпен емдеуге екінің бірі жүгіне бермейді. Бұл тәсілдің пайдасы ұшан теңіз дейді мамандар. Сүлікті жұрт аузында әулие құрт деп те атайды. Осы күнге дейін халық емі ретінде танымал болған сүлікпен емдеу 1998 жылы Қазақстанда ең алғаш рет дәстүрлі емге айналып, медициналық сүлікпен емдеу орталығы ашылыпты. Ерте заманнан қалған ел аузында сүлік туралы мынадай бір аңыз бар. Сүлеймен пайғамбар алыс жолдан шаршап шалдығып келе жатады. Ауыр жолдан аяғы ісіп кеткен соң, кездескен көлшікке аяғын салып ем алады. Сол арада көз ілініп ұйықтап кеткен пайғамбар ояна келе аяғының ісігі кетіп, денесі жеңілдеп қалғанын байқайды. Аяғының астында майда құрттар мен кішкене ғана қан ағып жатқанын көреді. Риза болған Сүлеймен пайғамбар құрттардың арқа тұсынан сипап, ризашылығын білдіреді. Бүгінде медициналық сүліктердің арқа тұсындағы өрнектер пайғамбардың 4 саусағының іздеріне қалған белгі екен деп айтылады. Осы күнге дейін студиямызда инемен де, арамен де емдеу тәсілдері жайында айтқан болатынбыз. Енді бүгін сүлікпен емдеу жайына тоқталмақпыз. Өйткені таныстарымыздың арасында осы әдіске жүгінетіндер жиі кездеседі. Бұл қандай ем, жай жапсарын маманнан сұрап білейік. Ортамызда Салтанат Жақсылыққызы. Сүліктің 600 түрі болады. 600 түрінің ішінде артында сызықша жаңағы восточный сүлік дейді. И аптечный, солар тоқа емге жарайды. Емге қолданатымыз тек қана биофабрикада арнайы условияда өскен сүліктер. Бұлар арнайы өсіріледі емдеуге, адамдарды емдеуге. Обязательно сертификациясын жаңағы сүлікке дайындайтын өз определенный емге уақыты болады. Сүліктен қорықпай ма адамдар? Қорқады. Бірінші күндері қорқады, біреулер қарап тұрмайым дейді. Сіз көзім жауып қойыңызшы, мен давлениесі көтеріліп, амал жоғынан келеді, қатты қысылғаннан кейін. Енді әртүрлі аурумен келеді ғой. Кейінен жаңағы емдік қасиеті жақсы болып, өзінің жеңілдігіне сезгеннен кейін, уже жай қорқыныштық сезімі тара бастайды, кейін уже жай қолмен де ұста бастайды. Енді жаңағы ауырып келеді деп жатырсыз, қандай емге бұл жаңағы дәру болады? Жаңағы гирудотерапия дейміз ғой, сүлікпен емдеу. Барлық ауруға ем, тек қана онкологический ауруларға противопоказаниясы бар. Жаңағы салмаймыз. Қазір біз өзіміздің центрде именно гинекологияға қатты дамыттық. Біздің дәрігерлер қосымша Москвадағы школаны оқып, сүлікті жаңағы миома, жаңағы бесплодие дейді, артериальный гипертония, инсульт, инфаркт миокарда. Сүліктің емді қасиеті аузында сілекей бар. Тістеген уақытта аузында сілекейін жібереді. Ол сілекейдің составында 150 фермент бар. Ол 150 ферменттің емдік қасиеті ішінде герудин деген бар, қанды сұйықтататын. Бұл өте нәзік. Ол даже жаңағы пациент үстінде духидың иісі шығып тұрса, бетінде косметикасы жағылса, ол отыру қиын. Потом бұларға судың өзін таза, одержанный хлоркасыз, егер сәл хлоркасы болса, сүлік өліп қалады. Жүкті әйелдерге бола ма, әлде үлкен егде тартқан кісілерге, ақсақалдарға мысалы, жас ерекшелігі бар ма деген ғой айырмашылық? Жас ерекшелігі жоқ. Біз жүктілі әйелге тоқа егер қатты варикозы шығып қиналған уақытта, или бас ауырып атқанда әйелдерде изжога қатты болады жүкті әйелдерде. Сол уақытта бірақ рет кішкене жүктілікті жақсы жүрсін деп бір көмегімізді береміз. Бірақ толық жаңағы бізде курс емдеу 10 күн үйтіп алмаймыз, тек қана жүктілігін жақсы жүріп, босанғаннан кейін келіңіз деп айтамыз. Сүлік салынғанда қалай болады өзі? Мысалы, арамен емдеген кезде бір сеанста, мысалы, 15 араны шаққызады екен адамға. Ал сізде қанша сүлік қойылады? Сүлікті біз адамның диагнозына қарап, салмағына қарап, жаңағы гемоглобиніне қарап, қан қысымына қарап қоямыз. Егер қан қысымы жоғары болып келіп жатса, әрине біз ол пациентке тезірек әсер ету үшін көбірек қоямыз. Салмағы мысалы 70 болса, 9 сүлік, 11 сүлікке дейін қоямыз. Егер салмағы өзі бір кейде арық әйелдер келеді,
салмағы 50-40, өзі тағы давлениесі төмен, ол кісілерді сүлікті ұзақ ұстамаймыз. 15 минутке дейін тек қана аузындағы сілекейін жіберсін дейміз да, болды. Сөйтіп ары қарай спиртпен тигізіп алып тастаймыз. Бұлар тек суда жүреді ме, әлде қалай? Тек суда жүреді. Осындай арнайы құтыға салып қояды екенсіздер ғой? Бүгін енді сізге осыға передачаға келгенге осы ыдысты салдықтан ыңғайлы. А так неде банкіде болу керек. Сіз ана қолыңызға тиіп кетсе тістеп алмай ма? Жоқ, үйтіп тістемейді. Қазір мен сізге көрсетем отырғызатын әдісін. Қазір бізде мына духи, біз ана укол салатын кезде не істейміз? Спиртпен сүртеміз. Ал сүлік өте сезімталды. Егер сүліктің аузындағы сілекейінде өзі антисептик бар. Тістеген уақытта ол ферментін жібереді, сол ферменттің арқасында ешқандай инфекция ештеңке түспейді. Сондықтан біз жаңағы орнын жай әшейін жаңағы егер науқас терлеп келсе, енді өзіміз алдында ескертеміз, душ қабылдап келіңіз деп та. Сөйтіп, егер жаңағы күн ыстықтарда жай сумен сүртеміз, бұны жабысты жаңағы сүлікті. Қазір мен жаңағы не дейміз, қалқанша без. Қалқанша безге. Қалқанша без ауруларына да өте жақсы көмектеседі. Қазіргі уақытта біз алдында УЗИ түсіреміз, сөйтіп жаңағы қалқанша бездің қандай дәрежеде екенін. Одан кейін сүлікпен емдегеннен кейін қайтып науқасқа жаңағы УЗИді өтуді сұранамыз. Сонда өткен уақытта, егер қалқанша без үлкен болса, оның жаңағы көлемі кішірейеді. Егер кистасы болса, ол кішірейеді. Қайтып өзінің сүлігін қайтып бұл кісіге мысалы қолдансақ, оның аузында уже сілекей жоқ. Оның емді қасиеті де. Ол сілекей аузына толу үшін ол сүлік 5-6 ай восстанавливаться ету керек. Бұны немен тамақтандырасыздар, қоректендіресіздер? Біз тамақтандырмаймыз, біз бұларды салқын жерде ұстаймыз. Болды ма соны ештеңемен жаңа қоректенбейді, өзімен өзі салқын жерде жүре бере ме? Арнайы холодильникте тұрады. Бұл тамақтанғанда егер бұл тоқ болса, ол отырмайды. Сіздер аш ұстайды екенсіздер ғой? Аш ұстаймыз. Ең дегені бас ауруы ғой. Біз енді жұмыста жүреміз, жүйкеміз әбден бұзылған, тыныштығы, мазасыз болып жүреміз. Бас ауруға... Қазір көрдіңіз ба, мен ана сумен сүрттім да, сүлік сразу отырды. Демек, олар жаңағы әртүрлі жаңағы кремдер бар, немесе әтірдің несіне не істеп жатыр екен ғой, жатырқап? Мен сізге көздің қасын көрсетейін. Ол да жақсы әсер етеді. Мынау әдетте басымыз ауырғанда былай жасаймыз ғой, самай ауырады ғой, көбінесінде жаңағы. Сол кезде жабысты ма? Әрі, бұл кісіге тез жабысты. Әрі көзге әсер етеді, әрі басқа да әсер етеді. Көзге зиян емес пе? Мынау жақын орналасқан ғой, не дегенмен көз бізде нәзік. Апалар келеді глаукомамен. Олар операцияға уже басқа да аурулар қосылғаннан кейін операция аламайтыннан, глаукома деген ол көздің ішінде давлениесі. Сол кезде сүлік саламыз, жақсы әсер етеді. Мысалы, жас ерекшелігіне байланысты ма? Мысалы, мен қазір компьютердің алдында көп отырамыз ғой, сосын шаршағанымыз бар. Бізді мысалы солай емдеуге бола ма? Болады. Бізде центрде сүлікті жай қоя бермейді. Мысалы, көзі ауырды көзге, тізе ауырды тізеге. Бізде ине салғандай арнайы точкамен қояды. Мысалы, сіз көзіңізді жаңағы жеңілдету үшін желкеде 2 точка бар. Сол жерге қойса, мысалы жұмыс істейсіз, телевидениеге түсесіз, ізі қалады деп та. Оны көрінбейтін жаңа шаштың арасында. Сол жерге қойғанда көзді сразу сеанстан кейін жеңілдік сезінеді. Енді бұны жаңағы қойдыңыз ғой, сол кезде ізі қала ма? Бетке енді, мысалы, ана кісіге қойдық қой, ізі қалады бірінші уақытта, где-то 1 аптадай болады. Ауыра ма? Мен сол ойланып отырмын, сізге салып берейін ба дегенде, салдырда салайын ба деп. Салдыртайық. Саламыз ба? Саламыз. Қайда, мұнда ба? Енді сіз ертеңде нелеріңіз бар ғой, мен сізге желкеңізге сап берем, көзіңізге мықты жеңілдік жібереді. Көзімді жеңілдету үшін желкеңізге салам қазір. Жарайды, онда көрейік ап. Мен енді қатты қорқатын едім. Қорықпаңыз. Бізде центрде жаңағы дәрігерлердің бәрі 4 дәрігер болса да бәрі сүлікпен. Біреу гинеколог. Мысалы, ол тек өзінің саласына жатыр
гинекологиясына салады. Әзірге күліп отырып жыламасам болды ғой. Ара шаққыздыңыз ба? Араны көп айтып жатсыз да? Ара шаққан кездер болған, иә? Жоқ, ана күні передача болды деп отырсыз ғой, ара жайлы. Енді ол кезде шаққызуға қорықтым, енді шынымды айтсам. Енді қазір енді сіз жаңағы ұсынған кезде ойланып қалдым да, бір көре салайыншы осы деп. Жайлап тістей ма, қалай тістейді өзі? Енді әсер етіп бастады. Бұл ара сияқты емес екен ғой? Қандай сияқты екен? Ара әдетте бүйтіп зың етіп шағып алады ғой. Мынау жайлап білдіртпей бірдеңе міне енді жайлап білдіртіп, инені жайлап салып жатқан сияқты. Егер адам жаңа ауыратын жері қатты ауырсынып не қылса, сүлік бірден отырмайды. Енді мен басымды қимылдата алмай отырмын. Негізі басында байқалмайды екен. Мен енді жаңағы бала кезде ара шаққан, не болмаса бір болады ғой, бірдеңе шағып алған. Енді байқалды, міне. Неше минут өтті? Бір 2 минут өтті ме екен? Негізі жаңағы сүліктің түріне қарап қорқудың қажеті жоқ екен. Бірден айтам, мен бірінші рет салдыртып тұрмын ғой. 1 минут, 2 минут, бір 3 минуттан кейін, шамасы, бір қатты сорып бастаған кезде, ана шлангымен бүйтіп қаныңды сорып жатқан сияқты бір әсері бар екен. Бұл көп қан сорама сонда? Менің өзім қаным аз еді. Қазір сізге кішкене уақыт ұстаймыз. Ұстаймыз да жаңағы алып тастаймыз. Бұны қалай алады? Бұны жаңағы айтатын еді ғой. Мен әйтеуір әжемнен еститін, ана сүлік өзі тойып түспейінше, оны бүйтіп қағып алып тастауға болмайды дейтін. Тісі қалып кетеді. Иә. Спирт тегізіп, сөйтіп жаңағы басына кішкене тегізсең өзі түседі. Шымырлатады екен мынау, кәдімгідей. Өзі кішкентай болса да бүкіл басымды. Бұл кісі де хирурготерапевт. Біздің центрде бұл кісі мінеке. Көрдіңіз ба, тиді спирт. Тигеннен кейін сүлік түсті. Енді жаңағы не қылайын. Спонжикпен былай ауыстырамыз, мінеке. Енді ұстап тұрасыз жан. Жаңа байлап. Мінеке мен спиртпен былай тегіздім. Мінеке енді түсті. Алғаннан кейін орны сәл ауырсынып жатқан жоқ па? Нормально? Жоқ, ештеңе сезбей қалдым мен. Хорошо. Аяқ астына сізге де сүлік қойып жібердік па? Ойламаған жерден. Бұл бір қызық болды енді, қызық тәжірибе болды. Қорқудың түк қажеті жоқ екен, негізінен қатты бір жері ауырған адам меніңше ондайға шыдайды енді. Мысалы, әсері қанша уақыттан кейін болады? Әр науқастікі әртүрлі. Түк те ауыртпайды екен. Рахмет сізге, кеңесіңізге. Жақсы. Жас аналардың бағына пайда болған емізіктер мен жөргектер жайында келесі әңгімеміз. Таптырмас көмекшілерге айналған. Кезінде аналарымыз қонаққа барса бір сумка жаялықпен жүрген. Қазір рахат. Халық арасында памперс атанып кеткен жөргек пен емізік қайдан шықты, кім ойлап тапты? 19 ғасырдың басында мұндай жаялықтар трикотаждан тігіліп, оның су сіңіргіш қабаты жұмсақ жүннен жасалған. Жүнді абсорбентпен алмастыру идеясын алғаш рет Procter & Gamble компаниясының инженері Виктор Милс ұсынады. Ең алғашқы жөргектер 1956 жылы пайда болған. Ал жаппай сатылымға 1961 жылы памперс деген атпен шығады. Памперс сөзі ағылшын тілінен аударғанда еркелету, әлпештеу деген мағынаны береді екен. Бүгінгі таңда американдық бөбектердің 95%, еуропалық сәбилердің 98% бір реттік жөргек киетін көрінеді. Бұл балалардан біздікілер де қалыс қалып жатқан жоқ. Орта есеппен бір қазақ баласы күніне 3, жылына 1100-дей жөргек ауыстырады. Ал ақша жағын есептесек, бір балаға жылына 76 000 теңге тек жөргекке ғана кетеді екен. Енді әрмен қарай әңгімемізді студиямыздың қонағы Омарова Гүлферизат апайымызбен жалғастырайық. Осы жөргектерге қатысты. Бізді қазір апаларымыз айтып жатады, көргендер. Осы жаңағы памперс дейміз ғой, памперсті кигізбей-ақ неге өздерің жаялық алып жүрмейсіңдер деп жас келіндерге ұрсып жатады.
Енді осының зияны көп пе, әлде біз жаңағы зияны көп деп айтып жүргендерге сеніп жүрміз бе? Пікірталас нелер көп әлі де бұл сұрақтың төңірегінде. Оның пайдасы да бар, зияны да бар. Қазіргі көпшілік балалардың будильнигі деп айтамыз ғой, түнде ояну қабілеті төмендеп кеткен осы күндері балаларда. Ол осы өзі практикадан келе, өзім ойлаймын, осы памперстің кері әсерінің бірі шығар деп. Бұрын ертеректе мысалы балалар 6 айлығынан бастап, 7 айлығынан бастап кішкене белгі беріп, дәретке баратын белгілерін танытатын еді. Қазіргі балдарда ондай жоқ. Жата береді? Жата береді, олар бағаны оянуды білмейді. Аналардың аңғыртығынан шығар деп ойлаймын, өйткені кезінде жүргек жуудан қиналады ма, бағанегі күндізде, түнде де кигізіп қоя беріп, осы ала салып, кигізе салу, онан кейін бір ғана пайдалануға, оны лақтырып сала салады. Нау жаңа памперсті киген кезде, нау қажамай ма, әлде анау қызара бөртіп кету деген болмай ма? Енді әр бала организмі индивидуалды